Сәлем баршаларыңызға. Бүгінгі біздің кезектегі тақырып present simple question, students book on page number 25. 25-ші беттегі students book'тың ішіндегі тақырыбымыз болып табылады бұл, яғни question, сұрау сөйлем қалай жасалынады, соны қысқаша түсіндіріп кетемін. Яғни бұл present simple алдыңғы тақырыптың жалғасы. Біз алдында тақырыптағы affirmative және negative sentence'ті қарастырғанбыз, яғни жай сөйлем және болымсыз сөйлем. Бүгінгі біздің мынау сұраулы сөйлем болып табылады. Сұраулы сөйлемде бізде жай сөйлемдегі құралған сөйлемнің ішіндегі бұл жай есімдікпен және де көмекші етістіктің орнын ауыстырылған бойда бізде сұраулы сөйлем болып шыға келеді. Жасалу жолы осы ғана. Мысалға, мынау бірінші тапсырмаға назар аударатын болсақ, бұл жерде екі түрлі, мынау бірінші және екінші сөйлемдегі екі түрлі етіп құралған, яғни көмекші етістігіне назар аударайық. Осыны қарастырып сіздерге қысқаша түсіндіріп кетемін. Мысалға, Даби дегеніміз бұл жерде адамның есімі, бірақ адамның есімі болып тұр. Сондықтан бұл жерде үшінші жақтағы есімдік түрде алатын болсақ, жекеше түрдегі бір адамды айтып тұр, және бұл жерде does болады, көмекші етістік, оны өте жақсы білесіздер. Мінекей, бұл жерде байқап қарасаңыздар, адамның есімі тұруы мүмкін, немесе есімдік тұруы мүмкін. Мінекей, бұл жерде орындарын ауыстырып, ары қарай мына жерде ретімен кеткен құралып. Does Darby teach at a school? Дарби мектепте үйретеді ме? Деген сияқты. Ары қарай екінші тапсырмада do the children do exercise every morning? Балалар әр таң сайын, азан сайын жаттығуларды орындай ма деп тұр бұл жерде. Бұл жерде де назар аударсаңыздар, does емес, do көмекші етістігін қойған. Не үшін? Себебі children балалар көпше түрде тұрған болып табылады сөзіміз. Бұның орнына есімдік түрінде беретін болсақ, олар яғни they болады. Мінекей, енді жаттығумен жалғастыратын болсақ, exercise number 1. Бұл жерде не істеуіміз керек? Сұрақтарға қысқаша астында нұсқа берген, соларға қысқаша жауап беруіміз керек екен. Мысалға, бірінші does Darby teach at a school дейтін болсақ, бұның нұсқасы, C нұсқасы yes, she does. Ол оқиды. Окей, екінші тапсырмада сөйлемде do the children do exercise every morning? Бұған A нұсқасы сәйкес келеді. Yes, they do. Жаңа айттым ғой, children'ді біз есімдік түрінде they десек болады. Мінекей, осы жерден біле берсек болады екен. Үшінші, the third, does Sheriff live with his parents? Шериф өзінің ата-анасымен бірге тұра ма деп тұр. Үшіншісіне бұл жерде E нұсқасы болады. No, he doesn't. And the fourth, do you work in a factory? Бұған бізде D нұсқасы болады. No, I don't. And the fifth, where does Sheriff sleep? And B нұсқасы бұл жерде жауабына in the factory. Және шериф қай жерде ұйықтайды дейді. Сонда бесінші жауабына B нұсқасы in the factory. Өзің заводында деген сөз. Жауабы қызық екен. Ары қарай бізде мына жерде rules, яғни ережесі берілген, оны сіздерге қысқаша айтып кеттім. Енді exercise number 2. Write questions and short answers, then ask and answer with a partner. Бұл жерде бізде берілген сөздерден сөйлем құрауымыз керек. Әрине, сұраулы сөйлем және де сұраған жауап беруіміз керек. Енді біз бұл жерде жауап бермедік, тек сұрақ ретінде құрадық. For example, the first sentence, do your parents play tennis? Мінекей, do дегенді жаздық. Бірінші көмекші етістік. Не үшін? Себебі бұл жерде parents сіздің ата-аналарыңыз деп көпше түрде беріп тұр. Okay, the second, does your mother speak Chinese? The third, do you watch TV every evening? The fourth, does this book teach vocabulary? The fifth, does your father work in a factory? And the sixth, do you and your friends go to school on Saturday? And the seventh, do you and your family live in a modern building?
And the last one, does your friend come to your home after school? Мінекей осылай сұрақ құрайды екен біз. Okay, and the third, complete the questions, then match questions with this answer деп қойған. Бұл жерде бізде не істеуіміз керек? Үшінші тапсырмада бұл жерде сұрақ құрап және де нұсқаларын қарауымыз керек екен. Нұсқаларын. Окей. Енді нұсқасы бұл жерде қазір айтам. Нұсқасы бізде бұл жерде келесі мынау жоғарғы жақта орналасқан екен. Мінекей анық көрсетейін сіздерге. Бірінші нұсқасын көрдіңіздер. Енді сұрағына келетін болсақ, бұл жерде ең маңызды сұрағын құрап, сосын ары қарай белгілі болады, жауабы. Бірінші, where do you and your family go in the summer? Сіздер жазды күні отбасымен және сіз өзіңіз қайда барасыз дейді. Бұған H нұсқасы болады. Ағырай 2. Where does your best friend live? G нұсқасы. 3. When do you do sport? F нұсқасы. How do you go to school? A нұсқасы. What film do your friends like? B нұсқасы. 6-шысы бұл жерде who do you help in your family? C нұсқасы. And соңғысы what do you do in the evening? E нұсқасы. And exercise number 5. Бұл жерде не істеуіміз керек? Берілген кестенің ішіндегі көмекші сөздерден сөйлем құрауымыз керек. Мына жерде мынау үлгісін беріп қойған. Мінекей осы үлгіге қарап орындауымыз керек. Окей. Exercise number 5. Мінекей біріншісінде мына жерде 8 сөйлем құрап жіберсек те болады. Ары қарай мінекей. What do you read in the evening? Кешке қарай сен не оқисың? Where do you have lunch? Сен қайда түстеніп, қайда түскі ланчты ішесің? What do you do on your birthday? Сен өзің туған күніңде не істейсің? The fourth, when do you get up at the weekend? Weekend демалыс күндері сен қашан тұрасың? In the fifth, where do you go after school? Мектептен кейін сен қайда барасың? In the sixth, how often do you visit your grandparents in the summer? Жазды күні, жаз мезгілінде сен қаншалықты өзінің ата әжеңе барып тұрасың дейді. Қаншалықты жиі барып тұрасың? Ары қарай. The seventh, what time do you watch TV programs? Сен теледидардағы бағдарламаларды қай уақытта қарайсың? Деп қойған. Соңғысына, мінекей осы кестенің ішінен алғанмын. Who gets up late? Кім ең кеш тұратын кім деп қойған. Бұл жерде көмекші етістік болмайды. Окей. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа қызықты сабақты өткізіп алғаныңыз үшін арнама міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.